Бүгін Кәусаржан балабақшасында алтын көз мерекесі тойланды. Балабақшаның ең кішкентай тобы саналатын балапан тобының бүлдіршіндері ертегі әлеміне саяхаттап, көрініс көрсетті. Кәусаржан балабақшасының ғимараты бүгін күзгі бояулармен, балалардың шат күлкісімен және ән-бимен толды. Себебі балапан тобының бүлдіршіндері алтын көз мерекесін қуанышпен қарсы алды. Тақпақтарын айтып, ән салып, алғырлықтарын да байқатты. Балапан тобының тәрбиешілерінің шығармашылығы ерекше көзге түсті. Олар бүлдіршіндерінің күзгі табиғаттың ғажайыптарын сезінуіне, олардың сұлулығын аңғаруына барынша жағдай жасалғаны байқалып тұрды. Бүлдіршіндер ортаға шығып, берілген тапсырмаларды мүлтіксіз орындап шықты. Барлығы да өнерлі, алғыр. Керек десеңіз, шағын қойылымдарды да кәнігі әртістердей образға кіре ойнады. Мұндай шеберлікке қол жеткізуде тәрбиешілердің еңбегі зор екені көрініп тұрды. Балалардың киген мерекелік киімдері мен қызыл қалпақтары, күзгі жапырақтардан жасалған әшекейлері бәрі де көріністің бояуын жасап, балалардың шат күлкісіне себеп болды. Көріністің соңында балапан тобының бүлдіршіндері күзгі ән салды. Олардың дауыстары саф таза, әуезді, жүректерді жылытып, бір сөзбен айтқанда, сахнада өнер көрсеткен кішкентай балақайлар бүгін өздерінің жұлдыз сезінді. Бүгін Қызылорда қаласы Кәусаржан балабақшасы жеке мекемесінде балапан кіші тобының мерекелі алтын күз атты ертеңгілік өз мәресіне жетті. Кішкентай бүлдіршініміз өз деңгейінде жас ерекшеліктеріне сай ертеңгілігімізді алып шықты. Өте белсене қатысты. Ата-аналарымызға және барлық қызметкерлерімізге алғысымызды білдіреміз. Біздің балабақшада жылдық жоспарға сай бұндай ертеңгіліктер өте жиі ұйымдастырылады және ата-аналар белсене қатысады. Үшті одақ бізде жұмыс жасалады. Аналар мектебі, әжелер мектебі, әкелер мектебі барлығы біздің ата-аналарымыз өте белсенді және балабақшамыздың меңгерушісі Ләззат Өксікбаевнаға алғысымызды білдіреміз. Кәусаржан балабақшасы осыдан 3 жыл бұрын ашылған. Меңгерушісі Ләззат Гүлімбетова балалардың жан-жақты дамуына, олардың қызығушылығын оятуға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға ерекше мән беріп келеді. Бүгінде мектепке дейінгі білім беру ордасында 5 топ жұмыс жасайды. Кіші балапан тобы, ортаңғы радуга тобы, ересек балбала, ересек балбала тобы және мектеп алды, жас ізденімпаз және талантты бөбек топтары. Әр топтың тәрбиешілері өздерінің шығармашылықпен толған сабақтарымен балаларды қызықтырып, олардың танымдық қабілеттерін және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамуына сүбелі үлес қосып келеді. Олжас Дәуіт, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.